Сәлем достар. Бүгін біз жабайы құстар тақырыбын жалғастырамыз. Ендеше бастайық. Аққу. Аққулар мойны ұзын, әрі иіліп келген ақ түсті өте әдемі құстар. Тіршілігінің көп уақытын суда өткізеді. Жақсы жүзе алады, бірақ сүңги алмайды. Құрлыққа сирек шығады. Аққу жұп құрып тіршілік етеді. Аққуды қазақ халқы ежелден қастерлеп, сұлулықтың белгісі деп есептеген. Әрі халқымыз аққуды киелі құс санап, оған еш уақытта оқ атпаған. Балалар, менімен бірге қайталаңдар. Аққу. 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 Жарайсыңдар. Колибри. Колибри әлемдегі ең кішкентай құс. Тұмсықтары жіңішке әрі ұзын. Колибрилер жерде жүре алмайды. Себебі аяқтары өте әлсіз болады. Колибрилер қанатын жылдам қағады. Олар тез ұшады. Кейбір ұсақ түрлері қанаттарын 1 секундта 80 рет қаға алады. Балалар, қайталаймыз. Колибри. 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 Керемет. Түйеқұс. Түйеқұс ұшпайтын құс. Ол ең ірі құс түріне жатады. Қанаттары қысқа болғандықтан ұша алмайды. Алайда олар жақсы жүгіре алады. Қайталаймыз. Түйеқұс. 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 Жақсы. Тотықұс. Тотықұс жануарлардың ішіндегі ең ақылды құс болып табылады. Олар адамдарға еліктеп сөйлей алады. Адамнан естіген сөздерінің мағынасын түсінбесе де қайталайды. Тотықұстар өсімдік тұқымдарын, әр түрлі жемістерді, кейде қатты жаңғақтарды жейді. Енді қайталаймыз. Тотықұс. 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 Жарайсыңдар. Құтандар. Құтандар ет қоректі құстар. Әдетте олар су бетімен ұшып, балық, бақа, шаян секілді қорек тауып алады. Құтандардың тұмсығы ұзын. Тұмсығының жиектерінде ұсақ тісшелері болады. Сол арқылы су түбін сүзіп, қорегін аулайды. Балалар, қайталаңдар. Құтан. 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 Дұрыс. Балалар, бүгін біз табиғатымызда кездесетін 5 түрлі құспен таныстық. Әдемі құстың аты қалай болады? Айтыңдаршы. Дұрыс. Ол аққу. Балалар, сендер қандай ақылдысыңдар? Келесі бейнероликтерімізді жіберіп алмау үшін біздің парақшамызға тіркелуді ұмытпаңдар.